Қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Так, бүгін күндегіден 5-6 минутқа ерте бастап жатырмыз. Менде жаңа уақыт болды, соған байланысты. Так, бірінші сабақты бастамас бұрын экран көрініп, дауыс естіліп тұратын болса, міндетті түрде плюс қойып жіберіңіздер. Жылдам, иә. Бүгін енді дауыспен экранда ешқандай проблема болмау керек. Микрофон қосылып тұр бізде. Жақсы. Так, қалайсыздар, балалар, қалдарыңыз қалай? Кешегі үй жұмысын көбіміз жасадық, мен көрдім, өте белсенді балалар, тамаша. Жалпы сабақтар ұнап жатқан сияқты, яғни түсінікті. Кері байланыста мен көріп жатырмын. WhatsApp-қа да, Telegram каналдан, Instagram парақшадан тікелей шығып жатқан ата-аналар бар, оқушылар бар, және мұғалімдер де бар. Негізі бұндай сабақтарға, егер ата-анаңыздың уақыты болса, бірге қатысуға болады әрине. Өйткені бірге отырып талдауға болады тапсырмаларды. Атаңыз болса, әжеңіз болса, бауырыңыз, ағаңыз болса, әкеңіз болса, анаңыз болса, бірге отырып талдау жасауға болады. Жақсы, балалар, көп уақыт созбай ақ қояйын. Бүгін енді кішкентай күнделікті жоспарланған уақыттан ертерек қосылдым. Себебі сіздермен жақынырақ танысу мақсатында бүгін. Бір 5-6 минуттық танысамыз. Ары қарай уже тура 20:00-де 8-де біз сабағымызды бастап кетеміз, Алла қаласа. Жақсы, бәрімізде көрініп тұрған сияқты экранымыз, иә? Так, менің аты-жөнім Нұрланбек Табысұлы, математикалық олимпиада және логика бойынша мұғалімдерді және оқушыларды дайындаймын олимпиада бойынша. Так, сіздің аты-жөніңіз қалай? Давайте, 1 минут уақыт берейін сіздерге. Комментарий бөлімінде жазып кетіңіздер. Өз аты-жөніңізді толығымен кім болады? Менің аты-жөнім Нұрланбек Табысұлы. Сіздің аты-жөніңіз кім? Толығымен комментарийға бір жазып кетіңіз, сіздермен алдын ала танысып алайық. Кімдер қатысып жатыр бізде? Комментарий бөліміне жазамыз, WhatsApp-қа емес. Кейде балалар менің WhatsApp-ымыз шығып кетіп жатады, осындай сабақ кезінде. WhatsApp-қа емес. Өте жақсы, керемет, жақсы, тамаша. Әрине, сабақтардың барлығы қазақ тілінде өтеді бұл жерде, орыс тілінде өтетін сабақ жоқ бұл жерде. Тікелей эфирдің барлығы қазақша. Жақсы, түсіндім. Өте жақсы. Қуаныштымын, сіздермен танысқаныма мен де қуаныштымын. Керемет, жақсы. Бізде балалар өте белсенді бүгін. Күшті бір көңіл-күймен, энергиямен кірген сияқтысыздар сабаққа, иә? Айтпақшы, алдыңғы сабақтағы үй жұмысы бойынша қорытынды жасадым. Мен жеңімпаз бір оқушыға мен сыйлық ақшасын жібердім. 3 оқушыға, біреу 3 деген әрқайсысына жіберілді. Бүгінде тура сондай болады. Бұл үй жұмысын сабаққа белсене қатысып және үй жұмысына толығымен қатысқан балалар үшін. Жақсы, келістім. Так, сіздің жақсы көретін пәніңіз қандай? Математика, орыс тілі, ағылшын тілі, көп, иә, пәндер. Ең жақсы көретін пәніңіз қандай сіздің? Математика дейді, ағылшын тілі, қазақ тілі. Сызу дейді, дене шынықтыру дейді. Жақсы. Енді менің ең жақсы көретін пәнім мектеп кезінде математика болған. Математиканы өте жақсы көретінмін, және басқа пәндерді жақсы оқыдым, бірақ математика соның ішінде маған ерекше болды. Енді ең жақсы көрген себебім математиканы бұл жерде ең бірінші математика нақты ғылымда, сіз артық сөз сөйлеудің қажеті жоқ, нақты сіз дәлелдеп көрсеттіңіз. Бір қосу, бір тең болады, 2 болды, басқа жоқ. Әртүрлі жолмен шығарудың қажеті жоқ. Нақты бір тәсілі, нақты бір жолы бар, нақты бір жауабы бар, нақты ғылым болғаннан кейін маған өзіме жақын болды. Жақсы, түсіндім балалар, керемет. Көбіміз математика деп жазып жатырмыз енді. Жақсы, қай қаладанбыз? Өз қаламызды жазып жіберейікші, жылдамдатып. Мен қазір Алматы қаласындамын. Бұрын Астана қаласында болғанмын. Қазір жұмысқа байланысты Алматы қаласында ауыстым. Сол жерде қазір соңғы 1,5-2 жылда Алматы қаласында тұрамын. Енді Қазақстанның барлық қалалары жақсы, әрине, әр қаланың өзінің ерекшелігі бар, өзіне тән қасиеттері бар, өзіне тән ауа райы бар, өзіне тән менталитеті бар. Сондықтан әр қала, әр адам өзі туған жері, өзінің өмір сүріп жатқан жері өзіне ыстық және жақын. Сондықтан енді жақсы Қызылорда, Қарағанды, Ақтөбе,
Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан. Керемет. Бізде Қазақстанның барлық қаласынан бар екенбіз. Тамаша, құттықтаймыз барлығымыздың басымызды осы эфирде біріктіріп жатқанымызға. Керемет. Тамаша. Мен де қуаныштымын балалар, сіздермен осындай эфирде онлайн болса да кезігіп, танысып, сіздермен осындай жұмыс жасап жатқаныма. Және ең бастысы, сіздерге кішкентай болса да бір пайдам тиіп жатса, өте қуаныштымын. Жақсы, кеттік. Бізде барлық қаладан балалар бар екен. Қай сыныпта оқисыз? Өз сыныбыңызды жаза кетіңіз. Бұған енді көп уақыт бермей ақ қояйық, бізде уақытымыз да таяп қалған екен. Жақсы. Әрине қуаныштымын мен де сіздермен танысқаныма. Ағай, сіздің жасыңыз нешеде? Менің жасым 30-дан астым. Кейде сұрақтар болады. Ағай, руыңыз қандай, қай рутансыз? Мен қазақпын. Ұлтым қазақ. Енді ру өздеріңізге байланысты әр адам. Жақсы. Кеттік ары қарай. Жақсы, балалар, жалпы енді уақытымызда болып қалған екен. Сіздермен мен танысқаныма өте қуаныштымын. Ары қарай біз сабағымызды бастап кетейік. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз, лайк басып жіберіңіздер. Ары қарай сабағымызға сәттілік тілеп, біз сабағымызды бастаймыз. Дайын болсаңыздар. Так, сабақ бастамас бұрын алдыңғы сабақта берілген үй жұмысын міндетті түрде бір қарап шығайық. Өйткені ол үй жұмысын қарау өте маңызды. Бізде көбі үй жұмысын шығарды, бірақ қазір енді соның қателерімен бір жұмыс жасап көрейік қазір, иә? Так, бірінші тапсырмадан бастайық. 11-ші тапсырма деп жазған, бірақ алдыңғы сабақта 11-ші тапсырма. Ал мына жағдайда бізде ол бірінші тапсырма болып табылады. Үй жұмысында 2-ақ тапсырма берген, соны қазір талдау жасап көреміз. Так, бір ағаш материалын 4 бөлікке бөлу үшін, 4 бөлікке бөлуге бізге 12 минут уақыт кетеді. Бөлікке, иә? Егер осындай ағаш материалын 8 бөлікке бөлу үшін, онда қанша минут уақыт жұмсайды деген сұрақ. Қараңыздар, мен мына нәрсені қарайық. Мен алдыңғы сабақта айттым, бөлу үшін, яғни бізде 4 бөлікке бөлу үшін неше рет кесу керек. Соны бірінші қарауымыз керек. Так, 4 бөлікке бөлу үшін біз бірді азайтамыз, 3 рет кесеміз. Яғни біз 4 бөлікке бөлу үшін кез келген ағаш материал немесе кез келген сызбаны 4 бөлікке бөлу үшін 3 рет кесеміз. Енді қараңыз. Онда 3 рет кескенге менде 12 минут уақыт жұмсады. Бұл жерде бөлікке емес уақыт, бізге кесуге кетеді. Сондықтан мен 12-ні 3-ке бөліп тастаймын. Менде 4 минут. Яғни 4 минут бізде бір рет кесуге кеткен уақыт. Ары қарай. Онда 8 бөлікке бөлу үшін қанша минут уақыт қажет дейді? Онда біз 8 бөлікке бөлу үшін бірді азайтамыз. Менде 7 рет кесу керекпіз. Яғни 8 бөлікке бөлу үшін 7 рет кесу керек. Онда бір рет кесуге 4 минут уақыт кетеді. Онда 7 бөлікке бөлу үшін қаншаға тең болады? 4 28. Бізде жауап 28 минут. Яғни 8 бөлікке бөлу үшін маған 28 минут уақыт қажет. Так, кімде дұрыс болды? Үй жұмысы бірден плюс қойып жіберіңіздер. Кеше Telegram каналда біраз балалар жіберген, мен көрдім. Дұрыс көбісі, бірақ қателескен балалар да бар. Мен ол қателер бойынша мен қазір көрсетіп жатырмын. Telegram каналында кейбіреуіне мен жекеге жаздым қателіктер бойынша. Жақсы. 116 бала үй жұмысын жіберген. Жақсы. Келесі тапсырманы көрейік. Келесі бізге 5-ке байланысты. Келесі тапсырма бізде 5-тердің арасына бізге арифметикалық таңбаларды қою керек. Қосу, азайту, көбейту, бөлу. Яғни сол арқылы бізге нені шығару керек? Қажетті мәндерді шығару керек. Мысалы, біріншісіне 3-ті шығару үшін қалай жасаймыз? 3 енді бұл жерде қатты бір күрделі емес, өте оңай. 5 қосылған 5, жақшаның жауабымыз 15 болады. Оны 5-ке бөліп тастасақ, 3-ке тең. Барлығымызда солай болу керек. Так, келесі 4-ті қалай шығарамыз? 4-ті шығару үшін біз оңай тәсілі бар. Так, 5-ке 5-ті көбейтеміз, 25. Одан 5-ті азайтсақ бізде 20 болады.
жақшаны аламыз, осы 20-ны мен 5-ке бөліп тастаймын. Түсініп отырсыздар ғой? 5-ке 5-ті көбейтсек 20, одан 5-ті азайтсақ 25, 25-тен 5 азайтсақ 20, 20-ны 5-ке бөлеміз, 4-ке тең болады. Өте жақсы. Келесі 5-ті қалай шығарамыз? Сұрақ. 5-ті шығару үшін біз былай жазсақ болады. 5-ке 5-ті азайтамын, жақша қаламын, көбейтемін 5, онда 0 болып қалады, иә? Ой, мен басқасына жазып жатырмын. Қазір 1 минутқа. Мен екіншісіне жазуым керек. Так, 5-ке 5-ті азайтамын, жақшаға жабамын, көбейтемін 5-ке, 0-ді 5-ке көбейтсек бізде 0 болады, оған 5-ті қоссақ бізде 5-ке тең. Так, 6. Қалай шығарамыз 6-ны? Так, 6-ны көбіміз шығарғанбыз, кеше мен Telegram каналдарында көрдім. 5-ке 5-ті көбейтіп 25 болды, оған 5-ті қосқан 30 болады. Так, 30-ды 5-ке бөліп тастаймыз, тең болады, 6-ға тең болады. Түсініп отырсыздар ғой? Так, келесі 7-ні қалай шығарамыз? Так, 7-ні шығарудың оңай тәсілі. Так, оңай тәсіл кеше мен Telegram каналдан көрдім, сіздің шығарғандарыңыз. Так, 5-ке 5-ті қосқансыздар, оны 5-ке бөліп тастаған, сонда 10-ды 5-ке бөлсек 2 болады, оған 5-ті қосып тастаймыз, 7-ге тең болады. Өте жақсы тәсіл. Басқа да тәсілдер болуы мүмкін, бірақ бұл жерде қараңыздар. Мен шығарған тәсіл тек қана содан басқа тәсіл жоқ деп ойлап қалмаңыздар. Ол жерде мен шығарған тек қана бір-ақ тәсіл. Одан да көп тәсілдер бар. Сондықтан ең бастысы бұл жерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібі және амалдардың мәнін дұрыс жазсаңыз болғаны, дұрыс есепке алсаңыз. Так, келесі 30 шығару керек бізге. 30-ды қалай шығарамыз? Так, 5-ке 5-ті бөлеміз, бізде 1 болады, оған 5-ті қоссақ 6 болады. Жақша қашамыз, мына жақта көбейтеміз. Сонда бізде 5-ке 5-ті бөлеміз 1, оған 5-ті қоссақ 6, 6-ға 5-ті көбейтсек 30-ға тең. Так, 50-ді қалай шығарамыз? Так, 50-ді қалай шығаруға болады? Енді оңай тәсілмен шығарғансыздар көптеріңіз. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 25-ке 25-ті қоссамыз 50-ге тең болады. Так, 120-ны қалай шығарамыз? 120 бізде 5-ке 5-ті көбейтеміз үшеуін, 125 болады, азайтамыз 5-ті, 120 шығады. Болды. 125-тен нешін азайтамыз? 5-ті азайтамыз 120-ға тең. Жақсы балалар, өте жақсы. Көбімізден үй жұмысты 110-ға жуық адам жасаған, бағана көргенімде. Өте жақсы, белсенділік керемет. Барлығыңызды, егер есептеріңіз дұрыс болса, құттықтаймын. Ары қарай біз келесі сабағымызға өтіп кетейік. Егер дайын болсаңыздар. Шынты болса, бір плюс қойып жеріңіздер, өздеріңіз, кеттік. Так, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, міндетті түрде, өйткені каналға тіркелсеңіз, сіз біріншіден сабаққа кешікпейсіз, екіншіден сабақты жоғалта алмайсыз, кешікпейсіз деп отырғаным бізде, егер каналға тіркелген болсаңыз, сізге алдын ала сабақтың тікелей эфирдің сілтемесі 30 минут бұрын, 40 минут бұрын барып сізге ескерту жасап отырады, сабақ басталады, кіріңіз деп. Немесе кез келген жаңа видео шығатын болса, сізге бірінші барып обновление барады. Яғни сабақ басталды, кіріңіз, қосылыңыз, қараңыз деген сияқты. Сондықтан сабақтан кешікпейсіз тіркеліп алсаңыз, және сабақты жоғалта алмайсыз. Сондықтан каналға тіркелу міндетті түрде. Дайын болсаңыздар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Әдеттегідей, біз берілген тапсырмаға 2-3 минут уақыт беріп отырамыз. Енді одан артық берудің қажеті шамалы, өйткені бізге көп уақыт керек емес. 2 минут уақыт берейік, жақсы, әрбір тапсырмаға. Бірінші тапсырма белгісіз мәнді табыңыз дейді. Так, белгісіз мәнді табыңыз. Қаншаға тең болуы мүмкін? 2 минут уақыт берейік, өздеріңіз шығарып көріңіздер. Нешеге тең болатын тауып көреміз. Так, мен уақытты қосайын. Давайте тек қана 2 минут уақытымызды қояйық. Жауабын комментарийға жазып көріңіздер. Енді бұл жерде заңдылық бойынша қарасаңыздар 2, 5, 1, 15, 4, 7, 7, 77. 7 сұрақ 3, 80. Яғни сіз жол заңдылық бойынша белгісіз санның мәнін табуымыз керек. Қаншаға тең болады және қандай заңдылық бар? Мә, керемет болар. Бірден жазып жатсыздар ғой сіздер. Сөйтіп командамен отырған жоқсыздар ба? Командамен отыруға болады балалар, келсем. Бірігіп шығаруға болады үйдегі. Ата-анаңызды, ата-әжеңізді, аға бауырларыңызды бірігіп алып есеп шығаруға болады, келсем. Өйткені бұл жерде біз командамен шығарып жатқандықтан бір-бірімізбен ойымызды бөлісуіміз керек, түсіндіруіміз керек бір-бірімізге. Сол үшін қажет тікелей эфир.
Мә, тамаша. Жақсы, уақыт болды. Көрейік. Бірге шығарып көрейік енді. Қандай заңдылық екенін қазір қараймыз. Так, 2, 5, 1, 15 арасында қандай заңдылық? Көбіміз жазып жатырмыз, иә? Бірге 2-ні қосамыз, бізде 3 болады дейді. Оны апарып 5-ке көбейтеміз. 15-ке тең болады. Не шығып тұр? Так, тура сол сияқты қарайық. Мына екеуін қосайын. 11 болады. 11-ді 7-ге көбейтемін. 77-нің өзі тең. Мында шығып тұр. Келесі онда мына белгісіз сан дегеніміз, мына екеуін қосамын, 10 болады. Екеуі қосылады, 7-ге 3-ті қоссақ. Белгісіз санды көбейтемін, менде 80-ге шығу керек. Онда бұл сұрақ белгінің орнында қандай сан болады? 8 болады деген сөз. Жауап 8. Егер 7-ге 3-ті қосатын болсақ, бізде 10 болады, 10-ды 8-ге көбейтсек 80. Дұрыс балар. 80 деген жауап дұрыс. Ой, 8 деген жауабымыз дұрыс, көбі жіберіп жатқан. Ал 80 деген біз шатасып жіберіп жатқан сияқтымыз, иә? Жақсы, түсінікті ғой балалар, иә, барлығымызға. Бұл жерде заңдылыққа байланысты тапсырмаларды ортақ заңдылықты қарау керек. Бастапқы екеуінен емес үшеуін ортақ болатындай. Жақсы, келесі тапсырмаға өтемін. Екінші тапсырмаға да мен 2 минут уақыт беремін, тек қана уақыт кетті. Так, 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 сандарының арасынан қосындысы 50-ге тең болатын 3 санды өзіңіз табыңыз дейді. Уақыт кетті. Тамаша. Бұл енді қатты күрделі тапсырма емес, біздің жылдам ойлауымызға байланысты тапсырма. Бірден қарайсыз, ұзынсыз 50-ге тең болатын 3 санды алуыңыз керексіз. Қандай сандар екен? 1 минуттай уақытымыз бар. Қырық секунд уақыт бар. Комментарий бөліміне жазыңыздар, жауаптарыңызды. Жақсы, так, көрейік. Көбіміз жазып жатырмыз, тамаша. Бұл жерде қандай сандарды аламыз? 25, так, 6, 19, осы 25, 6, 19. Болды, қосындысы 50-ге тең. Кеттік ары қарай, уақытымыз жоғалтпайық. Ары қарай келесі тапсырма. Так, Нұрайым табыс кеңсе тауарлары дүкенінен 4 кітап сатып алды. 4 кітап. Бірінші кітаптан басқалары 72 теңге. Сөзіне мән беріңіздер, иә? Бірінші кітаптан басқалары. Так, екінші кітаптан басқалары 80 теңге. Үшінші кітаптан басқалары 58 теңге. Төртінші кітаптан басқалары 60 теңге тұрады. Әр кітап қанша теңге тұратынын табыңыздар. Яғни бірінші кітап қанша теңге тұрады, екінші кітап қанша теңге тұрады, үшінші кітап қанша теңге тұрады. Енді бұл жерде жаңадан қосылып жатқан бізде балалар да бар, сондықтан мен бұл тапсырманың шартымен толығымен түсіндіріп кетейін. Бірінші очередь. Сосын бар өздеріңіз шығарып көріңіздер. 4 кітап сатып алды дегенмен былай жасаймын. Мына менде бірінші кітап, екінші кітап, үшінші кітап, мына төртінші кітап деп алайын. Енді қараңыз, бірінші кітаптан басқалары. Бірінші кітаптан басқалары болғандықтан мына үшеуінің қосындысы ғой. Яғни екінші кітап қосылған, үшінші кітап қосылған, төртінші кітап қосындысы менде 72 теңге.
Так, ары қарай екінші кітаптан басқалар 80 теңге. Екінші кітаптан басқалар деген ол бізде бірінші кітап, үшінші кітап және төртінші кітап. Қанша теңге? 80 теңге. Ары қарай кеттік. Келесі үшінші кітаптан басқалар. Үшінші кітаптан басқалар болса, онда бізде бірінші кітап, так, үшінші кітап, так, 80 теңге, 58 теңге. Бұл бізде үшінші кітаптан басқалар. Онда бұл жерде кішкентай қате жазып жатырмын мен. Онда үшінші кітаптан басқалар болатын болса, бірінші кітап болады, екінші кітап болады және төртінші кітап болады. Қанша теңге? 58 теңге. Ары қарай бізде төртінші кітаптан басқалар, яғни бірінші, екінші және үшінші кітап. Осы үшеуінің қосындысы менде 60-ға тең. Енді маған табу керек әрқайсысын. Енді бұл жерде қараңыздар, бірінші неге мән беру керек? Ең бірінші мән беру керек бізге міндетті түрде мына жердегі тұрған не? Бірінші кітап неше рет қайталанып тұр? Бір рет, екі рет, үш рет. Екінші кітап неше рет қайталанып тұр? Бір рет, екі рет, үш рет. Үшінші кітап неше рет? Бір рет, екі рет, үш рет. Төртінші кітап бір рет, екі рет, үш рет. Яғни әрбір кітап бізде 4 рет қайталанып тұрса, қалай шығаруға болатын еді? Давайте шығарып көрейік. Мен сіздерге нақты бір уақытты берейін. Бұған мен 3 минуттай уақыт берейін, жақсы. 3 минут уақыт. Уақыт кетті. Мүмкіндігінше сіздерге мен уақытты көрсетіп қояйын. Егер мүмкіндік болса бізде, қазір. Уақыт кетіп жатыр. Негізі экранға да қойып қоюға болады маған. Бірақ экранға қою кішкентай ыңғайсыз. Сол себептен осы жерге қоюға тура келеді. О, все, уақыт көрінді. Так, 44 секунд уақытымыз бар. Жақсы, уақыт болды. Енді әртүрлі жауаптар келіп жатыр, балалар қараңыздар. Мен сіздерге қазір тура осыған ұқсас тапсырмаларды оңай және жылдам, нақты дұрыс шығаратындай тәсілді көрсетемін. Сіздерге бұл оңай тәсіл болады деп ойлаймын. Қараңыздар. Мен жай ғана былай жасаймын. Мынаны баған бойынша жай ғана қоса саламын. Қосатын болсам, бірінші кітап бізде неше рет қайталанып тұр? 3 рет қайталанып тұр. Онда 3 көбейтілген бірінші деп аламын. Ары қарай екіншіні қарайық. Біреу, екеу, үшеу. Екіншіде 3 рет қайталанып тұр, онда 3 көбейтілген екінші. Үшіншіні қарайық. Біреу, екеу, үшеу. 3 көбейтілген үшінші. Қосылған. Төртіншісін қарайық.
3 көбейтілген 4-ші тең болады. Енді мен барлығын қосамын. 72 80-ді қосамын. Қанша болады? 152 болады. Оған 58-ді қосамын менде. 210 болады. Оған 60-ды қосатын болсам 270 болады. Яғни әрқайсысын 3 еселеп барып қосқан кезде менде барлық 270-ке тең болды. Яғни теңдіктің мен сол жағын қосып алдым. И сосын оң жағын қостым. Енді қараңыз, мынадан қандай қорытынды шығарамыз? Мына жерден біз қорытынды шығарамыз. Егер әрбір элементті 3 есеге арттыратын болса, онда менде әрқайсысының жеке-жеке қосындысы бір-бірден қосындысы нешеге тең болатынын мен қазір есептеп көрейін. Мынау 3-ші, 4-ші. Онда біз 270-ті 3-ке бөліп тастаймыз ғой. Онда бұл 90-ға тең болады. Яғни мына төртеуінің қосындысы менде 90-ға тең болады. 4 кітаптың бағасы менде қазір 90 теңге. Мынау менде 270 теңге. Әрқайсысын 3 еселеген кезде. Түсініп отырсыздар, Енді қараңыз. Енді қызық мына жерден басталады. Мен осыған байланысты бір тапсырманы сіздерге алдыңғы сабақта көрсеткенмін, егер естеріңізде болса. Қазір мен соны бұл жерде енді 4 белгісіз болған кезде біз тек қана көрдік, бұл жерде 3 белгісіз болған жағдайда. Қараңыздар, қалай шығарамыз? Так. Былай жасаймыз. 90-ға тең. Онда мен мына жерде қараңыздар. 2 бар, бірінші жолда 3 бар, 4 бар, кім жоқ мына жерде? 1 жоқ қой. Ал 1-ді табу үшін мен онда төртеуінің қосындысы 90 теңгеден мен мына 72 теңгені алып тастауым керек. Сонда менде бірінші кітаптың бағасы шығады. Мынау қанша болады? 90. Так, азайтатын болса 18 болады, Так, 80 90. 18 теңге бұл бізде бірінші кітаптың бағасы. Түсініп отырсыздар, Екінші кітапты табу үшін қазір келесін қарайық. Келесі екінші жол қарайтын болсақ, бізде бірінші кітап бар, үшінші кітап бар, төртінші кітап бар. Мына жерде менде керісінше екінші кітап жоқ. Онда екінші кітапты табу үшін 90-нан мен нешені азайтып тастаймын? 80-ді азайтып тастаймын. Тең болады 10 теңге. 10 теңге бұл жерде менде екінші кітаптың бағасы болады. Заңдылық түсіндіңіздер, Ары қарай үшінші жолды қарайық. Бірінші кітап бар, екінші кітап бар, төртінші кітап бар, бірақ менде мына жерде үшінші кітап жоқ. Ал үшінші кітап табу үшін бағасын 90-нан мен 58-ді азайтып тастаймын. Қанша болады менде 90-нан 58-ді азайтсақ? Нешеге тең болады? Так, мына жақта бізде 10-нан 8 азайтсақ 2 қалады. Так, 8-ден біз айтамыз 32. Мынау менде үшінші кітаптың бағасы. Ары қарай келесі 4-ші жол қарайтын болсақ, 1 бар, 2 бар, 3 бар, бізде не жоқ? 4 жоқ. Енді 4-ті табу керек. 4-ті табу үшін мен 90-нан жайған 60-ды азайтамын. Тең болады менде 30-ға тең. 30 деген бізде 4-шісі. Болды, тауып алдық. Енді жай ғана біз тексеріп көре салайық, Мүмкін біз өтірік шығарып жатқан шығармыз. Так, екіншісі бізде нешеге тең? 10-ға тең. Үшіншісі 32-ге тең. Төртіншісі бізде 30-ға тең. Екеуін қосайық. 32 30-ды қосатын болсақ 62, оған 10-ды қоссақ 72. Орындалып тұр ма? Иә, орындалып тұр. Екіншісін тексере салайық. Бірінші, үшінші, төртінші. Бірінші деп отырғаным менде 18-ге тең. Үшінші деп отырғаным менде 32-ге тең. Төртінші деп отырғаным менде 30-ға тең. Так, 62, 70, 80-ге тең. Орындалып тұр. Келесі, үшінші қатарды қарайық. Так, біріншісі бізде 18-ге тең. Так, екіншісі бізде 10-ға тең. Так, төртіншісі бізде 30-ға тең. 28-ге 30-ды қосамыз, 58 шығып тұр. Төртіншісі, біріншісі бізде 18, екіншісі 10, төртіншісі 30. Так, мынау үшіншісі ғой, қателесіп жатырмын. Үшіншісі бізде 32. Так, 18, 10, 28, оған 32-ні қосам 60-ға тең. Болды. Есебім шықты. Яғни бізде бұл жерде есебіміз дұрыс, ешқандай қателік жоқ, бірден өзімізге 100% сенім түрде айтуға болады. Дұрыс шығардық және ешқандай қателік жоқ деп тексеруін жасадық өйткені. Жақсы, балалар, кімге түсінікті болды бұл тапсырма? Міндетті түрде плюс қойып жіберіңіздер. Бұл енді ең көп уақыт алған тапсырма болды, себебі толығымен сіздерге түсіндіру мақсатында қазір 10 минуттай уақыт жұмыс жасап отырмыз осы бір тапсырмамен. Ең бастысы сіздерге түсінікті болса болғаны. Кімге түсінікті болды, плюс қойып жіберіңіздер дәл қазір. Жақсы. Түсінікті дейді, ұзақ болып кетті. Балалар, мен сіздерге түсіндіру үшін ұзақ уақыт алып отырмын. Егер сіз мына тәсілді түсініп алсаңыз, өзіңіз оңай шығару болады. 1 минуттың ішінде шығарып тастайсыз. Сізге мен гарантия беремін. Жақсы, кеттік ары қарай келесі тапсырма.
Номер 4. Ішінде тек бір ғана аяз ата болатын неше тіктөртбұрыш бар? Давайте 2 минут уақыт беремін бұған. Уақыт кетті. Тек қана бір аяз ата болатын. Тек қана бір аяз ата болатын қанша тіктөртбұрыш бар? Тек қана 2 минут болар, жауабын астына жаза беріңіздер. Так, жауапты комментарий бөліміне жазсаңыздар болды, жеткілікті. Неше тіктөртбұрыш бар сұрақ, иә? Тіктөртбұрыш нешеу? 30 секунд уақытымыз бар. Екеу ғана бар дейді. Жоқ, балалар, бұл жерде тіктөртбұрыш санау керек бізге. Яғни құрамында тек қана бір аяз ата болатын. Қанша тіктөртбұрыш бар? 7 бар дейді, 9 бар дейді. Енді әртүрлі жауаптар келіп жатыр бізде. Жақсы, уақыт болды, былай жасайық. Бірге көрейік. Енді әртүрлі жауап келді қазір бізде. Біріншісін қарайық. Ең бірінші бізде тіктөртбұрыш мынаның өзі болады. Келісесіздер ме? Біріншісі. Келесі қайсысы? Келесі бізде мына тіктөртбұрыш. Мына екеуінен тұратын, не? Келесі тіктөртбұрыш қайсысы? Келесі бізде керісінше мына екеуінен тұратын тіктөртбұрыш. Ең соңында қайсысы? Төртіншісі бізде мына үшеуінен тұратын тіктөртбұрыш. Яғни бізде бір бөліктен тұратын, екі бөліктен тұратын және үш бөліктен тұратын. Мына бөлікте бізде онда неше үшбұрыш бар? Неше тіктөртбұрыш бар? 4 тіктөртбұрыш бар. Енді керісінше мен мына жақты қарайын. Мына бөлікте біреу, бір бөліктен тұратын, екеу, үшеу, төртеу. Мына үшеуіне. Мына бөлігінде менде төртеу бар. Енді барлығын қосатын болсам, 8 тіктөртбұрыш деген сөз. Жауап менде 8 балалар. 5 емес, 4 емес, 3 емес, 2 емес, 8 тіктөртбұрыш бар екен бізде. Түсініңіздер ма? Балалар, түсінікті болса, міндетті түрде плюс қойып жеріңіздер. Міндетті түрде. Микрофонмен алыс қалып қойыпты. Енді дұрыс естілу керек сіздерге. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырма. Асқар айтты, кешенің алдыңғы күні сәрсенбі болды. Бауыржан айтты, бүрсі күні жексенбі болады. Бүрсі күн деген послезавтра, Шыңғыс айтты, кеше бейсенбі болды. Кеше деген өтіп кеткен бірінші келесі күн, Ғалымжан айтты, бүгін ертең сенбі болады. Ертең. Танер айтты, бүгін сейсенбі болады. Олардың біреуі қателескен. Кім қателесті деп ойлайсыздар және не себепті? Давайте, бұған 2 минут уақыт жұмсайық. Жеткілікті 2 минут уақыт. Уақыт кетті. Жауапты комментарийға балалар, кім қателескен және не үшін ол қателесті деп ойлайсыз? Не себепті солай айттыңыз сіз?
Так, 50 секунд уақытымыз бар. Балалар, жылдам жібереміз. Тезірек. Жақсы. Так, дауыс естіліп тұр барыңызға, иә? Мхм. Бұл жерде аптаның күнін білуіңіз керек енді. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі деген ғой бізде. Солардан пайдаланасыз. Жақсы. Көрейік онда бірге. Так, қараңыздар. Неден пайдаланамыз? Бірінші, мен аптаның 7 күнін, давайте мына жерге жазып қояйық, иә? Так, дүйсенбі, кім ұмытып қалды? Естеріңізге түсіріп отырыңыздар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Енді бәріміз қазақша аптаның күндерін білетін шығармыз, иә? Енді қарайық. Бірінші асқардан бастайық. Кешенің алдыңғы күні сәрсенбі болды. Так, мынау бізде асқардың айтқаны. Кешенің алдыңғы күні. Кешенің алдыңғы күні мынау бізде асқар айтты. Сәрсенбі деді асқар, иә? Так, ары қарай екінші адам Бауыржан айтты, бүрсігүні жексенбі болады. Мынау менде Бауыржанның айтқаны. Бауыржан бізде бүрсігүні жексенбі болады деді. Шыңғыс айтты, кеше бейсенбі болды. Мынау менде Шыңғыстың айтқаны. Шыңғыс кеше бейсенбі болды деді. Так, Ғалымжан ертең сенбі болады деді. Ертең сенбі болады деді. Ал Данияр не деп айтты? Бүгін сейсенбі деп айтты. Мынау бізде Даниярдың айтқаны. Сейсенбі. Қараңыздар. Бұл жерде бастапқы 4 адамның айтқан сөзін қарайықшы. Бауыржан айтты, Асқар айтты, бізде кешенің алдыңғы күні сәрсенбі болады. Онда ол сәрсенбі болатын болса, бүгінгі күні бізде онда қайсысы болу керек еді? Жұма күні болу керек еді. Асқардың айтуы бойынша. Дұрыс қой, иә? Асқардың айтуы бойынша. Егер дұрыс десек Асқардікі. Ары қарай Бауыржанның айтқанда дұрыс деп қарайық. Бүрсігүні жексенбі болады. Бүрсігүні жексенбі болады деді Бауыржан. Онда дәл бүгін жұма күн болу керек. Дұрыс қой. Онда екеуі де орындалып тұр. Ары қарай Шыңғыс айтты, кеше бейсенбі болды. Шыңғыс айтты, бізде кеше бейсенбі болды, онда бүгін жұма болу керек негізі. Егер дұрыс десек. Пока үшеуі де дұрыс болып тұр, иә? Ары қарай Ғалымжан айтты, ертең сенбі болады. Ғалымжан айтты, ертең сенбі. Бүгін жұма болса, ертең сенбі болады ғой. Онда Ғалымжандікі де дұрыс деп алайық бұл жерде. Бүгін бірақ жұма болу керек. Егер мына төртеуінікі де дұрыс болса, бүгін жұма болу керек. Бірақ Данияр келді, бәрін құртты. Ол бізде не деді? Сейсенбі болады деді. Данияр не деу керек еді? Бүгін жұма күні болады деусе, онда барлығы дұрыс болады еді. Онда қателескен бізде кім болады? Әрине Данияр. Данияр бүгін сейсенбі болмайды, жұма болады деген сөз. Данияр деп жатқандарымыз дұрыс, балалар, өте жақсы. Қалай шыққанын мен көрсеттім. Жалпы түсінікті шығар, иә? Қандай да бір қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде қойыңыздар. Бірге шығарамыз, бірге қайтадан түсіндіремін. Сондықтан қандай да бір қосымша сұрағыңыз болды ма, міндетті түрде сұрап алыңыз. Аптаның күндерін жаттау қиын дейді. Енді қазақша аптаның күндерін жаттап алыңыздар, балалар, болмайды. Оны білмесеңіз, ұят болады. Так, 6-шысы. 7 литрлік және 3 литрлік ыдыстарды пайдаланып, 5 литр сүтті өлшеп алу керек. Қалай өлшеп аламыз? Бізде ешқандай 5 литрлік ыдыс жоқ. 5 литрді өлшейтін қандай да бір аппаратымыз жоқ. Бізде тек қана 7 литрлік және 3 литрлік бос екі ыдыс бар. Содан пайдаланып, үлкен бочкадан 5 литрді өлшеп алу керек. Қалай өлшеп аламыз? Қалай құйып алуға болады? Ешқандай аппаратсыз, ешқандай 5 литрлік ыдыс жоқ. Бізге 5 литр өлшеп алу керек. Уақыт кетті. Давайте 2 минуттай уақыт берейін бұл тапсырмаға да. Өздеріңіз шығарып көріңіздер. Уақыт кетті. Старт. 2 минут уақыт тек қана.
Так, жауабын комментарийға. Қалай жасаймыз соған байланысты. Жақсы, уақытымыз болды. Кеттік ары қарай. Так, көрейік. Бұл жерде бірнеше түрлі тәсілмен шығаруға болады. Қазір мен сіздерге бір тәсілін көрсетейін, иә? Так, бізде 7 литрлік ыдыс бар және 3 литрлік бос ыдыс бар. Бастапқыда екеуі де 0. Яғни ішінде ешқандай да бізде сұйықтық жоқ. Қалай шығаруға болады? Қазір көрейік. Мен былай жасаймын. Мынау бос тұрған ыдысты, яғни 3 литрлік ыдысты мен толтырамын. Яғни әкеп су құямын сырттан. Сүт құямын. Үлкен ыдыстан алып, иә? Ол 3 литр болып толады. Мына 7 литрлік ыдысы менде пока ештеңе жоқ. 0. Давайте литр дегенді алып тастайын, 0. Енді қалай жасаймыз? Мынау 3 литрлік ыдысты 7 литрге құйып беремін. 7 литрлік ыдыстың ішінде менде 3 литр ыдыс болады, сүт болады, ал 3 литрлік ыдыс менде босап қалды қазір. Өйткені мен оны апардым да қайда құйып тастадым, 7 литрлік ыдысқа құйдым. Енді мынау 3 литрлік ыдысты қайтадан толтырамын сырттан. Ол бізде 3 литр болады, ал мына 7 литрліктің ішінде онсыз да 3 литр бар. Енді мынау 3 литрлік ыдыстағы біреуін неше рет құйып беремін? Екінші ыдысқа құятын болсам, бұл бізде 6 литр болады, ал мынау өзі 0 болып қалады 3 литрдің ішінде. Мен 3 литрді тағы бір рет толтырамын. Мынау 3 литр болады, мынау 6 литр өзі бар, мынау 3 литрда бар, мынау құяйын. Бірақ ескертеміз, 7 литрлік ыдыстың ішінде қазір 6 литр сүт бар, тек қана мен оған 1 литрін құя аламын, не толтыру арқылы. Мынау менде 7 литр болады, бірақ мына жерде менде 2 литр қалып қояды. Түсініп отырсыздар ғой? 2 литр. 3 литрлік ыдыстың ішінде менде 2 литр бар. Онда қалай жасаймын? Мен мына 7 литрлікті керісінше ыдысқа қайтадан құйып тастаймын, мынау 0 болады. Ал мына жерде менде 2 литр бар. Мен мына жаққа жалғастырамын, қараңыздар. Енді мына 2 литрлікті 7 литрлікке құйып беремін. Онда мынау 7 литрлік ыдыстың ішінде 2 литр болады, ал 3 литрлік ыдысымыз да бізде 0 литр. Өйткені мынау 3 литр, мынау 7 литрлік ыдыс. Енді мына ыдысты қайтадан толтырамын. 3 литр болады, мынау өзінде 2 литр бар. Енді мынау 3 литрді апарып 7 литрлік ыдысқа құятын болсақ, 5 литр болады, жақтан 0-ге тең болады. Болды, бізге алу керек осы. Менен сіздерге қарапайым түрде көрсетейін, қараңыздар. Кестемен емес. Мысалы 7 литрлік, 3 литрлік 2 ыдыс бар дегенде мен оңай тәсілмен көрсетейін. Мына 3 литрлікті 2 рет толтырып құямыз. Мынаған. Сол кезде 7 литрліктің ішінде менде қанша болады? Не? Ыдыс болып сызайық. Так, мынау менде 6 литр толды. Мына жақта 0. Мынау 3 литрлік ыдыс, мынау 7 литрлік ыдыс, иә? Мынау пока ештеңе жоқ. Енді қалай жасаймыз? Мынау 3 литрді тағы да толтырамыз да, үшінші рет құятын болсақ, мына жерде мынау 7 литр болып толады, мына жақтан 2 литр қалды. 2 литр қалады. Енді мына 7 литрді төгіп тастайсыз, 2 литрді апарып үстіне құясыз қалған, және 3 литрді тағы бір рет толтырып құятын болсаңыз, 3-ге 2-ні қосасыз, 5 литр деген содан шығып тұр. Немесе мына жақтағыдай керісінше. Мына жақтағыдай. Бізге кесте құру арқылы шығаруға болады. Балалар түсінікті ғой, барлығыңызға? Сұрақтарыңыз жоқ болса, мен келесіге өтіп кетейін. Кеттік. Номер 7. Номер 7. Так, ерте уақытта бір топқа ұшып келе жатады. Алдынан бір қаз шығады. Сәлеметсіздер ме? 100 қаз дейді. Сонда бір топ қастың ішінен біреу айтады. Жоқ, біз 100 емеспіз. Бізге өзіміздей, яғни, бізге өзіміздей, біздің жартымыздай, және тағы жартымыздың жартысындай сен қосылсаң, сонда 100 боламыз дейді. Сонда ұшып бара жатқан қаз нешеу? Қайтадан айтамын. Біз 100 емеспіз.
бізге өзіміздей және соның жартысындай және жартысындайды қосатын болсақ, жартысынға сені қосатын болсақ, біз жердегі қаз айтып жатыр. Сонда біз 100 боламыз деген. Сонда бастапқыда қаздардың саны қанша деген сұрақ. 3 минут уақыт беремін, балалар, бұл тапсырмаға. Қатты бір күрделі емес. Міне 3 минут кетті. Өздеріңіз ойланып көріп, жауабын жіберіп көріңіздер. Қалай шығаруға болады? Яғни ұшып бара жатқан қаздардың санын табу керек. Болады ғой. Жоқ, балалар, бұл жерде қаздардың саны 100 емес. 100-ден аз. Бұл жерде не деп айтты? Есептің шартына қараңыз. Біз 100 емеспіз. Бізге өзіміздей және біздің жартымыздай, тағы да сол жартының жартысындай қосатын болса, біз 100 боламыз деп айттым. Мен сіздерге суретпен көрсете салайыншы. Есептің берілуіне. Қараңыздар. Так, мынау менде қаздардың саны болсыншы. Мынаны қаздардың саны деп алатын болсақ, қандай? 4 бөлшегінде. Қаздардың саны білмейміз қанша екенін, бірақ бізге айтты. Біз 100 емеспіз. Бізге өзіміздей, яғни өз-өзін қосады. Оған өзіміздің жартысындай дейді. Яғни тура осындай. Бірақ соның жартысы. Мен былай істеймін. Мына жерде бізде барлығы, мынау барлығы, мына жерде тек қана жартысы. Және оған жартымыздың жартысындай қосатын болса. Жартымыздың жартысындай деген сөз, тура бағанағы жартысы болды ғой, соның жартысындай мынаны қосу керек. Осыған апарып нешені қосса, осыған апарып жердегі бір қазды қосқан кезде бізде нешеге тең болып тұр? 100-ге тең болып жатыр. Түсініп отырсыздар ғой, соған жартысына келіп қосса 100-ге тең болып тұр. Енді бізге мына бастапқыдан табу керек болып тұр, қаншаға тең болады. Жақсы, тамаша. Көрейік онда. Мен сіздерге қазір оңай шығарудың тәсілін көрсетемін. Бірнеше тәсілін. Давайте 2 тәсілін көрсетейін. Біріншісі, мен былай жасайын. Мынау соңындағы белгісіз шаманы мен просто мына кішкентай бөлікті А деп алайын. Онда мына жерде жартысының жартысы деген ол біз 2 ғой. Ал мына бүтін бөлігі ол бізде әрқайсысымен А деп болатын болсам, мынаның бөліктері мен мынау бізде 4А болады, мынау 4А болады, мынау 2А болады, мынау өзі А болады, 1А болады, Енді қараңыз. Мен барлығын қосатын болсам, мына жерде 4А, 2А, 1А. Так, қанша болады менде? 10А, 11А болады, 11А. Оған қосам 1-де, 8-ге 8-ді қоссам 10, 4-ге 4-ді қоссам 8, оған 2-ні қоссам 10, оған 1-ді қоссам 11. Яғни 11А. 11 көбейтілген А. Оған 1-ді қоссам тең болады, 100-ге тең болады. Бұлда қарасаңыздар бірден, мен қазір бірден теңдеуге айналдырып алдым. Байқадыңыздар ма? Ең соңғы кішкентай бөлікті 1А деп алдым. Одан кейін ол жартысының жартысы болғандықтан оны 2А деп алдым. Бүтін бөлігі 4А, бүтін бөлігі 4А. Онда бізде 11 көбейтілген А дегеніміз, ол бізде 100-ден 1-ді азайтамыз, Сонда менде 99 қалады, 11А. Енді А-ны табу үшін қалай жасаймын? 99-ды жай ғана 11-ге бөліп тастаймын. Онда А тең болады 9-ға тең. Яғни бізде бір бөлік, ең соңғы бір бөлігіміз ол 9-ға тең. Онда мынау 9-ға тең, мынау менде 18-ге тең,
мынау менде 36, мынау да 36 болады. Болды. 36-36-ны қосамыз менде. Қаншаға тең? 72. Оған 18-ді қосамын. 90. Оған 9-ды қосамын. 99. Оған 1-ді қосамын. 100-ге тең болады. Болды. Бастапқыда сонда бізде 36-ға тең болады деген сөз. Яғни біз сызба арқылы нақты бір теңдеуге айландырып алдық, сосын барып шығарамыз. Балалар түсінікті? Тамаша, түсінікті болса, плюс қойып жіберіңіздер. Бұл енді қатты бір күрделі тапсырма емес, бірден қайталап айтамын. Сондықтан бұл жерде есепті шартына байланысты сызбаны сызу және соған байланысты теңдеуді құрастыру өте маңызды. Сіз сондықтан бұл жерде теңдеу құрастырумен міндетті түрде шығара алу керексіз. Яғни есептің қысқаша шартын жаза алу керексіз. Соған байланысты. Яғни кез келген мәтін есеп шығарған кезде сіздерде мектепте де айтады ғой, есептің шарты, шешуі, жауабы немесе тексеру деп. 3 бөліктен 3 қадамнан тұрады. Сол 3 қадамның көп жағдайда балалар не істейді? 2 қадамды қалдырып кетеді, бірден жауабын жазғымыз келеді. Ол қиын. Солай шығару. Кеттік ары қарай. 8-ші тапсырма. Так, Арман кітабын ашқанда оң және сол бетіндегі номерлердің қосындысы 31 шықты. Қосындысы. Олардың көбейтіндісі қаншаға тең болады? Давайте 2 минут уақыт берем. Бұл қатты күрделі тапсырма емес, сондықтан 2 минут уақыт берейік. Өздеріңіз жасап көріңіздер. Сонда олардың көбейтіндісі қанша? Яғни кез келген міне бір кітапты ашты. Міне, бір кітапты ашты. И бетінде мына екі жеріндегі номердің қосындысы бізде нумерацияның екі жердегі нешеге тең болды? 31-ге тең болды. Онда осы екі санның көбейтіндісі қаншаға тең деген сұрақ. Міне кез келген біреуін ашамыз біз. Кез келген біреуін ортадан, иә. Мына жердегі нумерация мен мына жердегі нумерацияның қосындысы менде қазір 31-ге тең болды. Енді нумерациялар қандай болу керек дегенді ойланыңыз. Бұл жерде нумерациялар не болу керек? Тізбектес сандар болу керек, иә. Мысалы 9 пен 10, 40 пен 41, 100 пен 102 деген сияқты, 101 деген сияқты. Тізбектес болу керек. Жақсы, кеттік. Енді әртүрлі жауаптар келіп жатыр. Былай жасайық, иә. Екеуінің қосындысы менде 31-ге тең деген сөз, ол тізбектес натурал сан екенін түсінікті. Яғни бізде бұл сан тізбектес. Оны қалай білеміз? Себебі кез келген кітаптың бетін алатын болсақ, олар бізде біріншісі екіншісіне бірге артық болатын сандар. Яғни мен мынаны бірінші бетті мысал ретінде А деп алатын болсам, екінші бетіміз А қосылған 1 деген сөз ғой. Немесе мына біріншісінде X деп болатын болса, екіншісі X қосылған 1. Тұрысы бірге артық болатындай. Яғни біз бұны қалай шығарамыз онда? Мына екеуінің қосындысы 31 болатын болса, мен сіздерге былай істейін. Екі тәсілмен көрсетейінші. Біреуі арифметикалық тәсілмен, екіншісі теңдеу құру арқылы. Арифметикалық тәсіл деген былай жасайық. Бірінші бетті мен мынандай бір кесінді деп алатын болсам, екінші бетіміз тура осындай кесінді, бірақ бірге артық. Ал екеуінің қосындысы менде 31. Енді 31-ден мен 1-ді азайтамын, 30 қалады. Ал 30-ды біз нешеге бөліп тастаймыз? 1 қосылған 1-ге. Яғни, мынау 1 бөлік, 2 бөлік. Мынау бізде 1 бөліктің мәні, онда менде 15-ке тең. Онда мынау 15-ке тең, мынау 15-ке тең. Онда беттер қандай болады? Бірінші беті 15 болады, екінші беті 16 болады деген сөз. Енді теңдеуді қалай құрастырамыз? Міне, бірінші беті x деп алатын болсақ, екінші беті онда бізде x қосылған 1 болады. Мына 1x қосылған 1 тең болады 31-ге. Онда мына екеуін қосатын болсақ, бізде 2x қосылған 1 тең болады 31-ге. Онда 2x тең болады 31-ден мен 1-ді азайтамын, иә? Өйткені келесі жағына шығарған кезде. Онда 2x деген бізде 30-ға тең,
онда x тең болады 15-ке тең, яғни 30-да 2 бөліп тастаймыз 15. Онда бірінші бет бізде 15-ке тең, екінші бет 16-ға тең деген сөз. Болды. Яғни біз қазір 15 пен 16-ның көбейтіндісі деген сөз. Яғни жай ғана біз 15 пен 16-ның көбейтіндісінің мәнін бізде есептің жауабы болады. Есептің жауабы бойынша бізде екеуінің көбейтіндісін тап деп тұр ғой. Онда екеуінің көбейтіндісі бізде болады 240, 15 көбейтілген дұрыс. 240-қа тең. Яғни жауабымыз бізде 240-қа тең болады. Балалар, жалпы есептер түсінікті ма? Бірден маған кері байланыс шығып жіберіңіздер. Түсінікті болса, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, түсініксіз сұрақтар болса, міндетті түрде комментарий бөліміне жазамыз. Маған WhatsApp-қа жазудың қажеті жоқ. Мен WhatsApp топқа толық ақпарат жіберіп отырамын, сондықтан тікелей WhatsApp-қа шығудың қажеті жоқ маған. Жақсы, балалар. Ал қандай да бір сұрақтарыңыз болса, мен мына жерге жауап беремін. Жазсаңыздар. Жақсы. Так, балалар, онда бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын. Мынау бізде бірінші үй жұмысы. Давайте 10 секунд уақыт беремін. Скрин жасап алыңыздар, барлығыңыз. Жауабын қайда жіберу керек екенін айтамын мен. Келесі, екінші үй жұмысы. Жақсы. Өздеріңіз шығарасыздар. Жауабын шешумен толығымен мен қазір Telegram каналда нақты сілтеме жіберемін. Telegram каналы кез келген жеріне жібермеңіздер. Мен нақты сілтеме жіберемін. Сол жерге де тастайсыздар. Өйткені кез келген жерге тастасаңыздар, мен таба алмаймын. Мен бір жерден ғана тексеруім керек сіздердің жұмыстарыңызды. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымыз осы араға дейін болсын. Кім сабаққа соңына дейін қатысты, молодец, құттықтаймын. Барлықтарыңызды, яғни қандай да бір қазір сабаққа қатысқан балалар кем дегенде 8-10 есептің шешімін және қандай форматта шығарылатынын түсінді деген ойдамын. Яғни сіз бір рет тікелей эфир қатыстыңыз, 10 есептің 10 тапсырманың форматын түсіндіңіз, шығарылу барысын көрдіңіз, тиімтасын. Сондықтан сіздерге пайдасы тимесе зиян тимейді. Барлықтарыңызды сабақта көргеніме қуаныштымын. Келесі сабақта кездескенше. Каналға тіркелеміз, лайк басамыз, комментарға пікір қалдырамыз. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.